Бейнероликтің тұрақты демеушісі OneX компаниясы жоғары коэффициенттер, жедел төлемдер және оперативті қызмет көрсету сервисі тек сол жерде. Төмендегі сілтемемен өтіп арнамыздың промокодын қолдансаңыздар, сіздерді ақшалай бонустар күтеді. OneX сілтемесі төменде. Биылғы Еуропа чемпионаты әдеттегідей бізге феноменалды голдарды, фантастикалық матчтерді және де ұмытылмас эмоцияларды сыйға тартады деген үміттеміз. Алайда биылғы Еуроға бірқатар футбол жұлдыздары жарақатқа байланысты және де басқа да әртүрлі себептермен қатыса алмайтын болды. Бүгінгі бейнероликті пайдалана отырып, дәл осындай ойыншылардың символикалық құрамын назарларыңызға ұсынбақпыз. Арнамызға жазылып қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Қақпашының позициясына әрине Германиялық құрамасы және де каталондық Барселонаның ойыншысы Марк-Андре Тер Штеген жайғасады. 29 жастағы Барсаның қақпашысы биыл Мануэль Нойерді ауысымға отырғызатын еді. Себебі биылғы маусымда бақандай 42 мәрте гол өткізген Нойерге қарағанда Тер Штеген өте нәтижелі маусым өткізді. Ла Лига аясындағы 31 матчтегі 11 қорғақ ойын сөзіме айқын дәлел. Алайда каталондық клубтың медициналық штабы футболшының тізесіне шұғыл түрде ауыр ота жасап, Тер Штеген Еуроға қатыспайтынын ресми түрде мәлімдеді. Қорғаныстан сол қапталына мадридтік Реалдың ойыншысы Ферлан Менди жайғасады. Жалпы биылғы маусымда француздық футболшы өте жақсы нәтижелер көрсетіп, негізгі құрам ойыншысы атанды. Патшалық клуб сапында Менди Ла Лига аясында 26 матч, ал Чемпиондар лигасында 11 ойын өткізіп, өзінің сол қапталын беріктікте сақтады. Өзінің арманындағыдай Ферлан Дидье Дешамның жоспарына кірсе де, турнирге дәл 2 апта қалғанда медициналық бөлімнен келген диагноз футболшыны қуантпады. Енді оның орнына Дешам, Люка Динді немесе Тео Эрнандесті ойнатуға мәжбүр. Орталық қорғаушылар дуэтін әрине Серхио Рамос және де Вирджил ван Дейк құрайды. Ливерпульдің центрбегі жарақаттан өткен қараша айында Эвертонге қарсы матчты алды. Голландиялық қорғаушы айқасқан шеміршектерін сындырып дереу түрде ота жасатты. Алайда қалыпқа келу реабилитациясы тым ұзаққа созылып кетті. Біреулер оны Еуроға дейін айығы білгереді деген пікірде болса да, Вирджил тәуекелге мансабын тігуден бас тартып, Еуропа чемпионатына қатыспауды шешті. Ал Серхио Рамос биыл жарақаттарды әдеттегіден тым көп алып, Ла Лига аясында небәрі 15 матч қана өткізді. Испандық центрбектің маусым бойы алған жарақаттары сол аяғын тендиоз болуына әкелді. Соңғы жарақатынан Рамос өте тез аяқсады, Луис Энрике оны бабына келіп үлгермеді деген пікірмен заявкаға қоспады. Біреулер Серхио Ман-Ситиге, біреулер ПСЖ сапына ауысады деп пікір таласып жатқанда, Рамос осы айдың ортасына белгіленіп қойған отасына дайындалуда. Еуропа чемпионатын теледидардан көретін кезекті мадридтік Реалдың футболшысы Даниэль Карвахальдың да себебі дәл сол жарақаттар. Челсиге қарсы матчтан екінші таймында Дани бұлшықет созылуы жарақатын алып алаңды босатты. Ал кешкісін жазда өтетін Еуропа чемпионатына қатыса алмайтынын ресми түрде хабарлады. Қызыл фурияға Карвахальдың оң қапталығы беріктігі және шабуылдағы белсенділігі жетіспейтін болды. Сол қаптал жартылай қорғанысына Манчестер Юнайтедтің ойыншысы Донни ван де Бек жайғасады. 24 жастағы қызыл сойқандардың хавбегі соңғы рет алған ауыр жарақатынан әлі де айықпады. Ван де Бек Голландия өте қатты қиын топқа түспесе де, ең маңызды футболшылары турнирге қатыса алмайтын болды. Орталық жартылай қорғаушының позициясына француздық Рен клубының ойыншысы Эдуарду Камавинга жайғасады. Небәрі 18 жаста болса да, француздық хавбек өте жақсы нәтижелер көрсетуде. Сол себепті биылғы Евро оны дебюттік үлкен халықаралық турнирі болуы тиіс еді. Алайда соңғы матчтерде алған жарақаты және де Дидье Дешамның оның формасына қатысты күмәні барлығын кейінге қалдырды. Жартылай қорғанысынан оң қапталына кезекті испандық ойыншы Лукас Васкес жайғасады. Кейінде ғана мадридтік Реалмен келісім шарт мерзімін ұзартқан 29 жастағы хавбек соңғы Эль Классикода феноменалды ойын өрнегін көрсетіп шықса да өте ауыр жарақат алып, маусымды сол жерде аяқтайтынын жеткізді. Ал сәл кейінірек Еуропа чемпионатына да қатыса алмайтынын айтты. Лукас сол аяғынан айқасқан шеміршектерін созып алды. Енді Васкесті тек келесі маусымда көре аламыз. Шабуылдың сол қапталына әрине Джесси Лингард жайғасады. МЮ сапында өзін көрсете алмай, Джесси осы қыста Вест Хэм Юнайтед сапына ауысты. Ағылшын премьер лигасынан 16 матчында ағылшындық ойыншы 9 гол соғып 5 мәрте ассистент атанды.
Алайда соңғы турлардағы жарақаты Лингардты жаздағы Евродан құр қалдыратын болды. Десе де ол әр заттың қайыры бар-ау деп, келесі маусымға дайындықты бастап та кетті. 10 қапталға Барселонаның өте талантты жас жұлдызы Ансу Фати жайғасады. Өткен жылы маусым жаңалығына айналып, күллі футбол жанкүйерлерін өзінен ғашық еткен каталондық ойыншы биылғы маусымның басында да феерия көрсетті. Жазда өтетін Еврода Ансу қызыл фурия сапында ойнауы тиіс еді. Алайда күздегі Бетиске қарсы матчтегі жарақаты оның барлық жоспарларын күл-талқан қылды. Және де орталық центр форвардтың позициясына әрине Златан Ибрагимович жайғасады. Өзінің 39 жасына қарамастан Ибра нағыз топ футболды көрсетіп, Миланда чемпиондық Скудеттаға сүйреуде. Дәл солай Златан биыл Росонеридің үздік сұрмерген атанып, команданы маусымнан алғашқы жартысында турнирлік кестенің көшінде ұстап келді. Бұдан бөлек Златан ұлттық құрамасына оралып, жазда Швецияға көмектесуі тиіс еді. Алайда Ювеге қарсы матчтегі жарақаты Ибраның да жоспарларын құртты. Ауысым футболшыларына Кепа Аризабалага, Джо Гомес, Упамекано, Дракслер, Асенсио, Серджи Роберто және де басқа да көптеген ойыншыларды қосуға болады. Алайда дәл осылар біздің пікірімізше негізгі құрамда болуға лайықты. Комментарийге пікірлеріңізді жазып, қай ойыншының орнына басқа кімді қоятын едіңіз жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше достар, футбол бірінші орында.